Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз ондық бөлшектер дегеніміз не және оларды қалай оқитын туралы білетін боламыз. Ең біріншісі, ондық бөлшек деген не екенін түсінейік. Бұл кәдімгі бөлшектер, жай бөлшектер, бірақ та олардың бөлімдері 10-ға, 100-ге, 1000-ға, 10.000-ға және тағы да басқа солай біте береді екен. Яғни разрядтарға бітеді, ондық разрядтарға. Мысалы, 10-нан 6, 100-ден 18, 5 бүтін 1000-нан 145 деген сияқты ары қарай. Бірақ та ондық бөлшекті біз бұлай жазалады екенбіз. Мысалы, 10-нан 6-ны 0,6 деп, 100-ден 18-ді 0,18 деп жазалады екенбіз. Яғни берілген бөлшектің жай ғана басқаша жазылуын ондық бөлшек деп түсінеді екенбіз. Бұл қалай жазылады? Осылай жазу үшін нені білу керек? Ең бірінші біз мынандай кестеге бір қарап көрейік. Бұл ондық бөлшектің құрамы екен. Яғни жәнегі 0,6 деген сияқты 10-нан 6 деген сандар қайдан шығып жатыр? Мысалы, біз үтірге дейін және үтірден кейінгі сандарды көрдік. Мысалға 8/534 дейді. Бұл жерде үтірге дейінгі тұрған ол бүтін бөліктің разрядтары екен. Егер де бір сан тұрса бірлік, екі сан тұрса олар ондық екен, 14 болып солай санала береді. Егер де бізде мысалға өткеніндегідей мына жерде бүтін бөлшек болмаса, онда біз бүтін бөлшектің орнына жай ғана 0 жазамыз да үтірлерін қоямыз. Ал енді екінші жағына көңіл бөлейік. Мына жерде 534 дейді, мында 0,5 дейді, мында 0,25 дейді. Бұл жерде біз үтірден кейінгі бірінші санды ондық үлеске жатқызамыз. Мысалы, 8/5 десе, жай ғана мысалға 8/5 десе, бұл 8 бүтін 10-нан 5 дегенді білдіреді екен. Қайсық жазылып қалды? Жарайды, ештеңе етпейді. Сонда бұл ондық үлес 10-нан деп оқимыз. 10-нан. Міне, 8 бүтін 10-нан 5. 14 бүтін жай ғана 0 екен, оны оқымаймыз. 0 бүтін, мына жерде де 0, ештеңе оқымаймыз. Келесі жүздіктер үлесі. Яғни 100-ден деп оқитын жерге осылай жазып қояйық. Сонда 8 бүтін, егерде 8 үтір 53 деп жазылып тұрса, жай ғана біз білеміз. Бұл 8 бүтін 100-ден 53 деп. 100-дің артында 2 0 бар емес па? Сол сияқты бұл жерде де 2 сан тұрады. Сонда 100-ден 53. Келесі 1000-дық үлес болса, оны 1000-нан деп оқимыз. Яғни, мына жерде 8 бүтін 100-ден 53 деп жазып қойық. Мысалға, енді келесі 8/534 дегенді біз көріп тұрмыз, 3 сан болса, ол 1000 деген сөз. 1000-ның артында 3 сан бар ғой, 3 цифр болады. Сол сияқты 8 бүтін дейміз де 1000-нан 534 деп жазып қоямыз. Сонда оқылғанда да солай оқи салады екенбіз. Ал енді келесі тақырыптар жоқ, келесі сандарды қарастырайық. Мысалы, келесі бөлшекте былай жазылып тұр. 14/05 дейді. 0,5 деп бітті қай жерден? 100-дік үлестен, яғни біз бұны былай оқимыз. 14 бүтін 100-ден 5 дейміз. Ал келесі 0 бүтін тұр. 0,25 дейді, 5 мұнда 1000-дық үлеспен бітіп тұр, яғни 1000-нан 25 дейміз. 0 бүтін 1000-нан 25. Яғни 1000-нан осылай 25 дегенді білдіреді. Басында бұл қиын сияқты көріну мүмкін, бірақ есеп шығара бастағанда барлығы өз қалпына келеді. Келесі, бұларды қалай дұрыс оқу керек екенін түсінейік. Мысалы, 0,6 дегеніміз, ол 10-нан 6 дегенді білдіреді ғой, жәнегідей. Оны оқыған кезде дұрыста біз бірінші үтірге дейінгі бүтін санын оқимыз, 0 бүтін дейміз де, сосын алымы егерде 6 болып тұрса, бір саннан тұрса, онда бұл 10-нан 6 деп оқылады. Сонда 0 бүтін 10-нан 6 болады екен. Келесі бірінші бүтінін оқимыз. 1 бүтін 10-нан 7. Себебі мынау 10-дық разрядты тұр, Егер де 2 сан тұрса, онда ол 100-дік разряд болғандықтан 1 бүтін 100-ден 7 деп оқимыз. Ал егер де ол жерде 3 сан тұрса, үтірден кейін, онда біз оны 1000-дық деп оқимыз. Сонда 0 бүтін 1000-нан 456 болып есептелінеді екен. Ал енді келесі сұрақ. Ондық бөлшектің жазылуы. Осындай ондық бөлшекті қалай кәдімгі ондық бөлшекке келтіреміз? Ең бірінші біз жай бөлшектің бүтін бөлігін, ол кейде 0-ге де тең болуы мүмкін, мынандай жағдайдағыдай.
Бірінші осы бүтін бөлікті жазып қоямыз. Мысалы 2 бүтін деймізде үтір қоямыз. Келесі не істейміз? Үтірден соң берілген бөлшектің алымын жазамыз. Яғни 2 үтір 7. 5 үтір қоямыз да 19. Яғни 5 бүтін 100-19 дегенді білдіреді. Және ары қарай 0 бүтін 100-43. Оңай, бірақ та мына жер өте маңызды есептердің бірі болып табылады. Себебі бұл жерде бір жаңа ереже бар. Ереже бойынша, егер алымындағы цифрлар саны, яғни мында бір-ақ цифр тұр ғой, 9 деген. Осы сан, мына бөлімдегі нөлдер санынан кем болса, мына жерде 3 0, а мына жерде бір-ақ сан. Онда бос қалған нөлдерді алымның алдына тіркеп жазамыз. Яғни, ең бірінші біз бүтіннен бастаймыз, 4 бүтін деп жазамыз, сосын үтірден кейінгі берілген бөлшектің алымын жазбай тұрып, біз мына жерде қараймыз. 9 деген бір санды алып тұр. Алдында қанша 0 қалды сонда? 2 0. Сонда 2 0-ді былай тіркейміз де, сосын бірақ барып алымды жазамыз. Егер де тағы да бір мысал керек болса, мысалы, мынандай бір мысал қалды. Қарайық. 43 бөлінген 1000 дейік. Біз білеміз, бұның бүтіні 0-ге тең. Үстіндегі 43-ті лезде жаза алмаймыз. Себебі бұл 43 2 саннан тұр, 2 цифрдан тұр. Сондықтан 2 цифрды егерде бұл жерден нөлдермен алып тастасақ, 1 0 артығынан қалып қалды. Сондықтан осы 1 0-ді мына жерге жазамыз да, бірақ 43 деп жазамыз. Өйткені сонда ғана біз білеміз, бұл 1000-нан 43 екенін, жай ғана 100-ден 43 емес. Ал егер 43 бөлінген 100 деп жазатын болсақ, онда біз білеміз 0 бүтін 43 деген 2 цифры ештеңе қалмайды, сонда жай ғана 43 болады. Мынау және мынау екеуі бір-бірінен өте үлкен айырмашылығы бар екен. Ал енді келесі есеп шығарып, кішкене дайындалып көрейік. Ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Ең бірінші есеп өте оңай болып көрініп тұр. 7 бөлінген 10, яғни 10-нан 7 дегенді білдіреді. Бүтіні жоқ, сондықтан біз 0 деп жазамыз да үтір қоямыз. 10-нан 7 ештеңе артық 0 жоқ, жай ғана 7 деп жазып қоямыз. 19-дан 100 дегенді, 19 бөлінген 100 дегенді, кейде орыс мектебінде сабақ бергеннен кейін басқаша оқитынбыз. Бұны біз қалай жазамыз? Мұны алып тастайық. 0 бүтін 100-ден 19 екені белгілі. Келесі, 1000-нан 317 дейді. 1000-нан 317 тең болады 0 бүтін деймізде, ары қарай 3 сан міне үшеуде кетіп қалады, сонда 317 болып жазылады екен. Мына жерде өте қызықты екіншісі мысалда, қызықты мысалдар тұр екен. Мысалға, неше рет айттық, мысал деген сөзді 11 бөлі 10 дегеніміз, біз бұны лезде 0-11 деп жазып қойсақ, қате болады. Бұны біз дұрыс бөлшекке келтіруіміз керек. 11-ді 10-ға бөлсек, ішінде 1 бүтін 10-нан 1 болады, иә? Себебі 1-ді 10-ға көбейтсем 10, оған 1-ді қоссам, қайтадан 11. Енді бұны ары қарай қалай жазамын? Неше бүтін бар мұнда? 1 бүтін бар, 10-нан 1 екен. Барлығы дұрыс. Келесінде солай шығарасыз. 718 бөлінген 100 деймізде, 718-ді 100-ге бөлсек, 7 бүтіннен болады, және де 100-ден 18 болады. Бұны ондық бөлшек түріне келтіретін болсақ, бірінші бүтін бөлікті жазамыз да үтір қоямыз, сосын 18 деп алымын жазып қоямыз. Қалғандарын да солай шығара береміз. Ал келесі ол ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Мұнда тек жазылып тұрады, қалай оқылуы керек, ал сіз соны дұрыстап жазуыңыз керек. Мысалы, 0 бүтін 10-нан 9. 0 бүтін 10-нан 9 десем, жай ғана бірінші разряд жазып қоям, яғни ондықты. 0 бүтін 100-ден 17 дегеніміз 0 бүтін 100-ден 17. Келесі 0 бүтін 100-ден 3 дейді. 100-ден 3 дегеніміз ол былай ғой. Яғни 1 0 кет қалса, мына жерде 1 0 қалып қалады екенде, 100-ден 3 деп өйстіп белгілейді екенбіз. Сол сияқты келесілерінде бірінші ойша шығармай тұрып, кәдімгі бұлай жазып алыңыздар. Мысалға 2 бүтін 1000-нан 315 дегеніміз 1000-нан 315. Барлығы қалыпты, өйткені 3 цифр, 3 0 тұр. Сондықтан да мен оны тек қана 2 үтір 315 деймін.
Қазіргі кезде айтпақшы, оқыған кезде бүтін сандарды, ондық бөлшектерді 0,9 деп те айта беруге болады, немесе 0,9 деп те оңай жолмен айта беруге болады. Және де ең соңғы есептердің қалғаны бұл бөлінділерді ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Жаңағыдай айтқанымыздай, 7 бөлу 10 дегеніміз, ол 7 мынандай бөлшек сызық бөлуді білдіреді ғой, 10 деп жазамыз. Сосын енді біз көріп тұрмыз, бұл 10-нан 7 екен. Бүтіні жоқ, сондықтан 0 бүтін деймін де, 10-нан 7 ол жай ғана 7 болады. Мысалы, келесі 13 бөлу 100 десек, бұл да былай 13 бөлу 100 деп естіп жазып қоюға болады. Сонда 0 бүтін 100-ден 13 болады екен. Егер де екіншісін қарастыратын болсақ, 21 бөлу 10 дейді. 21 бөлу 10 дегеніміз мына жаққа әрқашан алым, мына жаққа әрқашан бөлім. Мына жерде де солай болды. Сонда 21 бөлінген 10 дегенді осылай жазамыз. 10-нан 21 бұл дұрыс бөлшек. Оны дұрыс бөлшекке келтіру үшін біз бөлеміз. 21-ді 10-ға 2 бүтін болады 10-нан 1. Енді бұны ондық бөлшекке келтіріп жаза саламыз. 2 бүтіні бар екен, 10-нан 1 дегеніміз 1-ді жазып қоямыз. Ары қарайда өздеріңіз шығарып, комментарийға жазып көріңіздер. Егер де сұрақтарыңыз немесе тілектеріңіз болса, жазып қойыңыздар. Көргендеріңізге рахмет.